Мен Ахмедияр Нұрдәулет Түгелбайұлы, Астана қаласы әкімдігінің Тәттімбет атындағы номер 1 өнер мектебінің дәстүрлі ән мамандығының педагогымын. Мамандық және ансамбль пәндерінен сабақ беремін. Білімім жоғары. 2021 жылы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетін үздік дипломмен аяқтадым. Бүгінде осы университеттің 2 курс магистратурасында білім алып жатырмын. Еңбек өтілім 5 жыл 4 ай, біліктілік санатым педагог сарапшы. 2018 жылдан бастап осы өнер мектебінде еңбек етіп келемін. Халқымыздың ұлттық ән мұрасын келешек жас ұрпақтың бойына сіңіру мақсатында оқушыларды дәстүрлі ән өнеріне баулып, шығармашылық қабілеттерін шыңдап, білім нәрімен сусындатып келемін. Оқушыларым халықаралық, республикалық, қалалық кәсіби байқауларда лауреат атанып, мектептің абыройын асқақтатып жүр. Педагогтың тек білім беруі емес, іс-тәжірибе алмасып, әртүрлі семинарларға қатысуы жан-жақты дамуына ықпал етеді. Академиялық ұтқырлық жобасы аясында Ақтөбе, Екібастұз және Астана қалаларында өзімнің педагогикалық тәжірибеммен бөлісіп, шеберлік сабағымды көрсеттім. Қазіргі заманауи музыкалық білім беру жүйесінде ансамбль пәнінің алатын орны ерекше. Ансамбль пәнінің негізгі мақсаты дәстүрлі әндерді ансамбль пәні арқылы жаңа бағытта түрлендіріп, оқушылардың дәстүрлі ән өнеріне деген қызығушылығын арттыру. Ансамбльмен жұмыс жасау қызық әрі қиын, үлкен шыдамдылықты талап етеді. Бүгінде дәстүрлі әншілерден құралған Аманат, Жас екпін және Ақсұңқар ансамбльдеріне жетекшілік етемін. Білім саласында жеткен жетістігім мен шәкірт тәрбиелеу жолында еткен еңбегім үшін 2020 жылы Астана қаласы әкімінің алғыс хатымен, ал 2021 жылы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталдым. Оқушыларым дәстүрлі ән өнерін үйреніп қана қоймай, түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанды. Атап айтсақ, кәсіби байқаулар Астана мерей, шырқалады әсем ән, шырқа дауысым, әнші дауысы, қазақтың 100 әні, ұлттық дельфи ойындары және тағы сол сияқты байқауларда өнер көрсетіп, жеңімпаз атанды. Педагогтың шәкірт тәрбиелеумен қатар өзі де байқауға қатысуы кәсіби даму жолында тигізер пайдасы мол. Қосымша білім беру педагогтері арасында өткен қалалық жүрегімнің жылуы балаларға және аймақтық идеялар марафоны байқауында жүлделі 2 орынға ие болдым. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға деп дана Абай атамыз айтқандай, бүгінде шәкірт тәрбиелеп, еліміздің білім саласының дамуына өз үлесімді қосып келемін. Ұрпақтан ұрпаққа жеткен қазақтың ұлттық ән өнері жасай берсін.